қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Біріншісі, кейбір кезде ағзамыздың әлсіреуінен кейбір ауру белгілерінің айқын көріне бастауынан сезе аламыз, немесе керісінше байқамай да қалуымыз мүмкін. Екінші сұраққа, дәрумен жетіспеушілігін сезген жағдайда дәрігерге қаралып, оның нұсқаулығы бойынша берілген дәрумендерді қабылдаймын деп сұрақтарға жауап берулеріңізге болады. Ал екінші тапсырмада, егер В дәрумендер тобы ағзада азайса, шаш пен тырнақ сынғыш болып, кальцийдің жетіспеушілігі байқалады. Оны толықтыру үшін күнделікті ас мәзіріне дәнді дақылдар мен ботқаларды енгізу керек. Егер С дәрумені жетіспесе, қызылгек жиі қанауы мүмкін. Мұны болдырмау үшін пияз, сарымсақ және түрлі жем-шидектерді жиі тұтыну керек деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал келесі үшінші тапсырмада берілген мәтіннің мазмұны бүгінгі таңда түрлі екпелер жұқпалы аурулардың алдын алудың басты жолы. Вакцинаның маңызы енгізілу мен иммунитет қалыптастыруы жайлы айтылады. Негізгі көтеріліп тұрған мәселе жұқпалы аурулардың алдын алу үшін екпенің маңыздылығын бізге түсіндіргісі келіп тұр. Бұл мәтіндегі логикалық екпін екпелер, жұқпалы аурулар және иммунитет деген сөздерге түсіп тұр. Төртінші жағдаяттық тапсырмаға жауап үлгісі. Мен ең алдымен дұрыс тамақтануыма көңіл бөлемін. Себебі дәрумен жетіспеушілігі шаш түсуіне әсер етеді. Егер жағдай өзгермесе, дәрігер-трихологқа барамын. Содан кейін дәрігердің нұсқаулығы бойынша әрекет етемін деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Бесінші тапсырмада деніміз сау болу үшін қажет не екенін білеміз бе? Біздің денсаулығымыз өз қолымызда. Сау болу үшін ең алдымен дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану және тазалық сақтау керек. Сонымен қатар жыл сайын медициналық тексерістен өтіп, екпе алу маңызды. Денсаулық зор байлық, оны сақтау әр адамның міндеті деп сөзімді қорытындылаймын. Менталды картаны құратын болсаңыздар, ол астында видеосабақта көрсетілген. Яғни денсаулық сау болу үшін не қажет екенін білеміз бе? Денсаулық сау болу үшін демалыс қажет, денсаулық сау болу үшін жақсы көңіл күй қажет, денсаулық сау болу үшін 7-8 сағаттық міндетті ұйқы болуы қажет, денсаулық сау болу үшін дұрыс тамақтану қажет, денсаулық сау болу үшін спортпен шұғылдану қажет және тазалықты сақтау қажет деп дәл осылай құрастырып жазып шығуларыңызға болады. Алтыншы тапсырмада дене мүшелері туралы мақал-мәтелдерді жинақтап жазамыз. Бірінші, бас аман болса, бөрік табылады. Бұл жерде логикалық кідіріс бар. Көз қорқақ, қол батыр. Бұл жерде де логикалық кідіріс бар. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Бұл жерде грамматикалық кідіріс бар. Аяғыңды аңдап бас, сөзіңді ойланып айт. Бұл жерде логикалық кідіріс бар. Сіздерге берілген ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.